29 сәуір дүйсенбі. Иә, айта беріңіз. Анау сіз маған жаңа еңбек шартын ұсындыңыз, дұрыс па? Иә. Еңбек шарты 13 қараша 23 жыл түзілген. Солай ғой? Енді мынау жаңағыдай неде 23 жылдың қарашасында расчетный листокты беріп жатсыз. Еңбек шартында мына жерде сіз 80 мың теңге жалақы төлеймін деп кепілдік бергенсіз. Жоқ, 80 мың теңге жалақы емес, ол 70 мың теңге жалақы. Жалақы 70 мың. Мынау кімнің несі, өзіңіз ұсынған? Жоқ, ол жалақы емес, ол екіншісі өтемақы. Сіз жалақы мен өтемақыны шатастырмаңыз. Бірінші 70 мың теңге жалақы, сіз жалақымен ғана жұмыс жасайсыз. Сіз өтемақымен жұмыс жасауға құқығыңыз жоқ. Бұл не өтемақы? Ол сіз араласпай жатырсыз, ол сіздің шаруаңыз емес ол. Еңбек шартында көрсетілген нәрсе. Мен сізге айтып отырмын, бұл сіз еңбек ақыны ғана жасайсыз. Еңбек шартында көрсетілген өтемақы мен сізге айтып отырмын, өтемақы туралы сіз ешқандай әңгіме қозғауға міндетті емессіз. Міндетті емессіз. Еңбек шартында көрсеткенсіз ба? Мен сізге айтып жатырмын, қайталап айтамын. Сіз еңбек ақы деген нәрсені оқыңызшы. Дұрыс, мына жерде еңбек ақы төлеу шарттарында жазып отырсыз. 70 мың теңге еңбек ақы деп тұр ма? Мына 80 мың теңге не деп сұрап жатырмын? Ол өтемақы. Мен сізге айттым, өткенде құпиялықты сақтау туралы дедім. Келісімшартты көрсеттім мен сізге. Сіз танысыңызды, бірақ маған керек емес дедіңіз. Ол соның ары қарай жалғасы, ол ұзақ әңгіме болады ағасы. Жарайды, жақсы.